Не болса мына биздин элде башка мемлекеттерден хижрат этпейтин бауырлар бар деген сөз бар. Одан кийин элдин ичиндеги жаңағы билим ээлери бар жер, сондай жамааттар бар, жакшы бир жерлерге жаңа көчүп атады го. Кей кезде эстейбиз бизде кой бул жер болмайды, сол жерге хижрат этик деп. Сол жагдай хижрат деп намдаса бола ма, или башкадай намдоо керек? Эгер хижрат болсо онун шарттары бар ма? Адам hicratты артында, yani javobgarchilik бар. Негізінде hicrat küfür elinden İslam eline болады. Misal қазір Қытайдан Қазақстанға келіп жатыр, алхамдулилlah. Солай ма жоқ па? Басқа küfür елдері бар, өзіміздің мұсылман елге келіп жатыр. Осыны hicrat деп айтылады. Бірақ ол hicrat не үшін болып жатыр? Соған қарап оның ажыры болады. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn As radıyallahu anhuға айтқандай, hicrat өзінен бұрынғы күнәлардың барлығын кешірілуіне себеп болады дейді. Солай ма жоқ па? Ол хадис. Бірақ ол hicrat Аллах үшін болу керек. Сол үшін Омардың хадисінде не деді? Амалдар ниеттерменен болады деді. Кімде-кім Аллах және пайғамбары үшін hicrat қылатын болса, оның hicrаты Аллах және пайғамбары үшін. Яғни Аллах үшін ихласпенен пайғамбардың алдына барып, сол кісімен бірге дінде, амалда, имандылықта болу ниет болу керек. Яғни мен мына елді тастап, өзімнің мұсылман еліме барып, дінімде сәлемет, амалымда сәлемет боламын да, дінімнің негізгі сәлеметтігі, бала-шағамның сәлеметтігі діндегі деген ниетпенен кетсе, осы hicrat қылған болады. Түсінікті ме жоқ па? Amma өзіміздің мұсылман елінде, мысалы Қазақстанда бір ауылдан бір ауылға, мына ол hicrat емес. Адам жақсы амалды көбірек қылу үшін, немесе балдарына тәрбие жеңілірек, немесе сол жерде насихатталатын, бірге жүретін діндегі бауырлар көбірек болғандықтан деген ниеттермен барады. Amma hicrat бабы жоқ, ондай нәрселерге hicrat деген сөзді істетпеген дұрыс.